Сонымен ары қарап сабағымызды жалғастырамыз. Енді тағы бір өзгеріс жасайық. Енді біз тағы қосымша файл қосайық. Енді тағы бір әншілердің тізімін қосайық. Мысалы, қандай әндер бар? Димаштың әндері бар, иә? Давайте Димаштың әндері қосылсын. Димаш әндері. Точка тексті. Димаш әндері, қандай әні бар еді? Самалтау. Самалтауды қосайық. Қосаймыз. Updated, мұны қараңыздар. Updated. То есть, әлі біз git статусын қарайтын болсақ, бір нәрсе өзгерді. Плюс 1. Яғни бір файл қосылды. Мына жақтан статустан қарап көрейік. Так, мен өзімді өшіре тұрайын. Қараңыздар. Git статуспен тексеріп көрсек, Димаш әндері деген файл қосылды, бірақ ол untracked қосылған жоқ. Енді біз не істеуіміз керек? Мына жері view changes қарайық мұны. Мына файлда мұны stage файлға ауыстыруға болады. Яғни stageге дайындық алаңына түсіруге болады. Енді command строкада жасай берейік. Мүмкін болса command строка үйренгендеріңіз дұрыс. Себебі өткен жолын алдыңғы лекцияларда айтқан болатын. Команда строканың, яғни командалық жолдың өзінің артықшылықтары бар. Давайте. Не істейміз енді? Git add файлдың аты Димаш әндері текст. Тердік қоям. Сонымен Димаш әндері тексті. Окей. Тағы да статусты көреміз. Статус. Мына енді update. Мына жақты көрейік, қараңдар. Автомат түрде уже не істеді мына жақта да? Дайындық алаңына түсті. Енді бұны не істеуге болады? Комментарий жазайық. Мына қараңдар. Мына жерге комментарий жазамыз. Димаш әндері. Димаштың. Былай істейік. Димаштың орындауындағы Самалтау әні қосылды. Комментарий жібердім. Қосылды. Енді қараңыздар. Самалтау әні қосылды. Енді мен тағы да өзгеріс жасауым мүмкін. Мысалы, тағы бір әнін қосу керек болып тұр. Қандай әні бар? Дайдидау ма? Дайдидау. Қараңдар, енді modifed болды, modifed. Енді git статус деп тағы да тексеріп көремін. Өзгерді. Git add істеуіміз керек. Димаш әндерін керек. Енді қайтадан тексереміз статусты. Модифицированный өзгерген болып тұр. Тексереміз міне. Бұл енді дайындық алаңында тұр. Біз не істеуге болады? Комментарий жазып, сообщение шығаруға болады. Давайте былай істегенді. Git commit минус. Давайте просто commit істей болады. Тағы да редактор ашылады бізде. И редакторға команда жазып көрейік. Димаштың орындауындағы. Димаштың орындауындағы дайдидау әні қосылды. Әні тізімге қосылды деге. Бізге ескертіп жатыр, әрине созылып кетеді. Негізі былай істесек проблема жоқ. Себебі мына жерде қысқа сообщение болу керек. Осылай тұра берсін.
сақтаймыз және жабамыз. Мен не істеді? Бұл қосылды. Git log'ты қарайық. One line. Әрине, git log'ты былай көрсек, өте үлкен строка. Себебі біз мынау басынан аяғына шықса тексеріп көруге болады. Былай да істеуге болады, қараңдар. Git log graph деген бар. Graph түрінде сызып көрсетеді. Кейін біз тармақталған кезде көреміз. Өте пайдалы. Кімнен, неден, қалай тармақталып жатқаны көрініп тұрады. Енді қараңдар, git log бізге ең қазір пайдалысы one line. Енді біз алдыңғы лекцияда өткен командаларды барлығын қолданып шықтық. Енді мен сіздерге қосымша басқа командаларды көрсете бастаймын. Уайымдамаңыздар, егер түсінбей жатсаңыздар, біз оған әлі келеміз, оған әлі тоқталамыз. Сонымен, енді бізде тармақ деген түсінік бар. Мына жерде мына git cracker'нен қарасыңдар. Мына жерде міне branch деп тұр. Тармақ. Бізде автомат түрде тек бір, яғни gitті инициализация жасаған кезде автомат түрде бір тармақ құрылады. Ол мастер деп аталады. Яғни по умолчанию ол мастер деп аталады. Яғни бұл жерде басты деген сөз мағынада ғой бұл жерде. Яғни главный, main. Кстати, GitHub'та бұрын мастер болатын, кейінгі кезде GitHub'та по умолчанию құрылатын тармақ ол main деп аталады. Пока git оны өзгерткен жоқ, пока мастер деп аталады. Енді тармақ деген не? Тармақ деген башқан кезде біз параллельно өзгерістер жасауға болады. Мысал ретінде мен тармақты құрып көрейін. Әрине ол тармақ туралы командаларды біз алдағы сабақтарда өтеміз, асықпай. Бірінші теориялық жағын түсіндіріп өтем. Сосын барып әлі практикада кездесеміз. Бірақ енді гиттің жалпы қандай пайдасы бар екенін көзбен көру үшін енді асығыс жандарға арнап осылай істеуім қажет. Сонымен мынандай команда бар. Git branch деген команда. Git branch деген команда бізде қандай тармақтар бар екені, осы репозиторийдің ішінде қандай тармақтар бар екені көрсетіледі. Түсінікті ғой? Сабағымды мен үзе тұрайын, жалғастырамыз.